lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. And we come. Өте бір ерекше күн, орысша айтқанда исторический күн. Себебі біз осы офисқа біраз жүрдік. Себебі осы офисқа бізге келу керек болды. Біз осындай қонақтарды күтіп алуымыз керек болды. Міне бүгін ресми түрде біздің офисімізді ашқалы отырмыз. Ура! Қошемет қайда! Қошемет қайда! Кел, арам ұстап. Мә, Aferin kimsesi aşağı. Hoş geldiniz. Bәрін кесіп кесіп. Құтты болсын. Aferin kimsesi aşağı. Заходите. Проходим. Гости сначала. En бірінші қонақ. Розыгрышқа билет таратып жатыр. Соңында қазір розыгрыш болады. Казахстану 32. Вы понимаете масштаб? 32 города имеют масштаб. То есть имеют такие офисы, такие склады. Это говорит о том, что компания пришла надолго, основательно, чтобы оздоравливать нас всех с вами. Ну и кроме этого, оздоравливая себя, мы можем оздоровить себя и финансово. И вот с этого пакета начинается бизнес у вас. Он стоит 67 200 тенге. Өнімге денсаулық үшін 1,5 жыл бұрын келген. Жай ғана тапсырыс беріп алдырған. Себебі мен 14-ші жылы 4 күн мына инфекционныйда диагноз қойылмай жатып қалғандардың бірі болдым. 6 күн дегенде 2 кесе қара шай ішіп, есімді жинап алғанмын. Телефон байланып, сондай бір жағдайда инсультпен құладым бастан. Сөйтіп, Аллахтың қалауымен сол жерде әйтеуір мені құтқарып қалды. Содан кейін мен біраз кекештеніп, жаңағы есте сақтау қабілетім азайып қалды. Содан кейін мен уайымдап жүрдім. Себебі миым сол жақ ауыратын болды, және өте қатты острый панкреатит болды. Үйде жүргенде сол барлық жаңағы кастрюльдің түрін алып берген, ордақ болмаса деп пароварка дегендей. Сөйтіп жүргенде осы өнімді біреу айтты, қазіргідей отзыв жоқ, ешқаяқтан естіген жоқпын. Бірақ адамнан естідім. Мен бір жақсы қасиетім сене беремін. Барлығын ішем, сене, бірақ доктарға барып тексердім, мынау болмайды, жұмыс жасамайды, мынау жасайды, мынау жасамайды. Сөйтіп жүргенде бұл өнім маған панкреатитті, бастың ауырған уколды 3 ай сайын тоқтатты. Панкреатитті 2,5 айдан кейін барғанда жоқ болды. Барлығымызды өнім қой жинап отырған. Содан кейін менде сол жылы мен титановый диск саламын деп аяғым ақсап жүрдім. Осы жерде қарындастарым да бар, барлығы біледі. Мен жардан ұстап тұратын едім. Тойға барғанда ұялатын едім. Ақсап жүруге, жап-жас болып. Соның барлығын осы қойғызып бергеннен кейін Астанадан телефон шалынды 3,5 ай бұрын, 3,5 ай дейін примерно. Осындай өнім бар, реклама жасау керек, халықтың денсаулығына өте керемет. Bir жеті іштім, сұмдық керемет аға деп, Марал деген қызымыз звондады, қарындасым. Содан кейін мен қолға алдым бірден. Себебі мен бұл өнімді таныдым. Марал, мен маркетинг жасамай ақ қояйын. Бізде маркетингтер сондай болады, өте ауыр болады, адамдар шаршатады. Бірақ мен халықтың денсаулығы үшін, ағайын туыс үшін мен рекламасын, жарнамасын жасауға дайынмын дегенмін. Сөйтіп осы өнімді айтып бастап кеттім бірден ақ. Маралдың айтқаны, сіздің сұрақтарыңызды білем, маркетингтегі барлығына жауабы бар, өте жұмсақ маркетинг деді. Міндеттемелердің бәрін алып тастады. Халыққа беретін маркетинг қой деп айтып жатырмын. Өзің де бір ауыз сөзіңді айтасың, основатель өте жақсы жігіт. Қазір хабарлассаң, қазір жауап береді. Ол да бір жақсы, тұрақты адамның жұмыс жасауы, кейін қарай жаңағы шығуы, ол да бір ұнады. Сөйтіп мен заңдылық жағын тексердім. Содан кейін өнімді білемін, содан кейін маркетингті тексердім. Жаңағы Ақмарал айтқанда, мына жерде кішкене басымдылықтарды тоқталып өтуге де болады. Ақмарал цифрамен әдемі жағын, табыс жағын көрсетті. Және немесе ұзақ ішем деген адамдар табыс тауып отырып, осы затты үнемі қолданса болады. Зат ұнады ма? Қошемет қоса қойшы. Жапон ғалымдары 3 қана дилер бар. Жапонияда, Америкада, біздің Қазақстанда ғана бар. Мінекей, ол да бір қуанатын жағдай. Енді қараңыздар, бұл жерде мен
сондай бір супер лидерлік емес, болмаса тағы бір тәжірибеден емес, қанша тәжірибең бола берсін, қанша лидерлік жаңа позицияң бола берсін, қаншама бір ынталана бер, қанша бір еңбек жасай бер, өспейтін жерде өспейсің. 24 жыл тәжірибе жинадым осы салада. Нетворкинг медиа саласы үлкен мүмкіндік беретін. Адамзат тарихында Джордж біреу деген жаңағы жазғаны бар, кітабы бар. Адамзат тарихындағы адамзатқа ең мықты, ең үлкен мүмкіндік беретін сала деген. В истории человечества самый великий возможность деген. Бұл сетевой бизнес қой. Сет арқылы затты өткізу. Бұл жерде бізді шаршататын не? Адамдарыңды екі жағына бірнеше адамды өсіріп отыру. Когда былайда бірнеше адам, 4-5-6 адам, немесе 2 адам дегеннің өзі ауыр болады. 3 адам болу керек деген обязаловкасы бар. Біреу өспесе, сіз жаңағы сыйлықтарды алмайсыздар. Мен 3,5 айдың ішінде біреуге ұнар, біреуге ұнамас, айтқанда келмейді, дегенмен осы сол үшін шығып тұр мен. 3,5 айдың ішінде 24 жылда ең үлкен результат жасаған осы компания болып жатыр. Себебі 67 мың теңге, 140 мың теңге, 250 мың теңге жаңағы сыйақыларын алу арқылы, содан кейін iPhone кішкене маркетингті жақсартып өзгерткен уақытта екінші рет тағы жасалып кетті. 2 рет iPhone алдым және саяхатқа барып қайттым. 2 адамға 1,750,000 теңгені аударып беріп, біз бармай-ақ қояйық, жұмыс жасайық, халыққа әлде де айтайық дегенде, жоқ, баруым керек, халық бермей қалды деп айтпасын, барып қайтыңдар деп 4 адам болып бардым. Марал баласымен мен келіншегімен біздер саяхатқа Дубайға барып демалып қайттық. Содан кейін келгеніңе қарасақ, тағы да үлкен команда жиналып қалыпты бізде. Мен өзім осы онлайнда 2 ай жасадым. Содан кейін ашылу салтанатына бір-ақ бардым. Онлайн жасайтын адамдарға өте қолайлы бизнес қазіргі уақытта. Тек адамдардың өзінің ынта-жігеріне, өзінің алға қойған мақсатына, арманына байланысты. Көп адамдарда арманы және ақша басқарып кетіп жатады. Біз соны бақылап кішкене үйреніп алсақ, осы жерде бізге маңызды ақша емес екенін түсінеміз. Маңызды бизнеске өзіміздің даяр болуымыз екенін түсінеміз. Бұл жерде үлкен табыс. Бүгінгі таңда жаңағы айтып отырған 6 статусты дәрежені жасадым. Автокөлікті де жасап тұрмын. Ол соғуға болады, осы жерде. 19-на вручение болады 2 адамға. 3,5 айда біздер 2 адам автокөлікке жетіп отыр. Ізімізде бірнеше адам еріп келеді. iPhone-ды саяхат саласын алып, бірнешеуміз жақында тағы да круизге барайық деп жатырмыз. Бұл міне компаниядағы берген құралдың жұмсақтығы, достар. Құрметті ақылдар. Осыны естіңіздер, және менде жазбашам бар. Тәмпіштеп жазып қойған жерлерім бар. Нақтап, по полочкам дейді ғой, нақтап, қай жерін білу керек. Компания ұсынғанда қандай қате жібермеу керек. Соны қарап алсаңыздар, сіздер бұл жерде үлкен табысқа ие боласыздар. Қазіргі уақытта осы супер директор статусына енді консулға қарай аяқ басып жатырмыз. Жаңа пәтерге қарай. Ар жағында 60 миллион теңгесі, 125 миллион теңгесі, бір ғана карьерный бонустың өзінде сіздерге 225 миллион теңге табыс бар. Осындай компаниядан қалай айналмасқа. Және біздің компаниямыз платежный системасы барлығы жөнді жолға қойылған. Заңғали комитеттің, налогты салық комитеттің алдында, өкіметтің алдында біз адалмыз. Біз әрбір қорапқа әрқайсымыз налогымыз төлеп отыр. Ақшаны шығарғанда да налогымыз төлеп отыр. PV-ден қимайды. 0,65, 0,68 деп жасып қояды бір PV. Сондайға тең болады көп жерде. Ол жерде бір PV енгізгенде де шығарғанда да 500, таяқтай 500 теңгеге тең. Соның барлығын есепке алатын болсақ, бұл жерде преимуществосы үлкен. Және де VIP пакетті біздерде мен үнемі айтып жүрмін. 350 мың теңге, 500 мың теңге, 720 мың теңге, 300 мың, миллион жарымға дейін VIP пакет осы табыстарды беретін, жаңа 20% беретін, VIP пакеттерде мынаны беретін. Сондай. Бізде бар болғаны 201 мың, 180 мың теңгесі пакетке кетеді. Қалғаны енді. Мінекей, сондықтан мен сіздерге осы адам жасағанда адам... Может тоже ответить на этот вопрос. Скажите, пожалуйста, мне тоже біздің апамыз өте сондай тамаша маман. Вот сейчас она... Апаны шығарайықшы. Келіңіз, апа, сізге сұрақ қойды. Прочитал, что одна женщина вылечила глаукому. Если такие среди нас, кто вылечил глаукому, потому что глаукома, все говорят, что она неизлечима, то и все, как бы она не выживет. Поэтому, если такая возможность, пропив вот этот препарат, вылечить глаукому, глаукому. Вопрос еще раз повторить. Если вы слушали изначально врача, которая выступала, она что сказала? Вообще магний-водород, сам водород в мире, он единственный. Он работает со скоростью света. Вы представляете, как он попадает в желудок,
он, это магний водород расщепляется только в кислоте. В воде нет. Многие биодобавки наши, когда пьем, нам говорят, работает на клеточном уровне. Мы пьем целый день там литр воды и так далее, да? Он растворяется, может быть. Но этот магний водород, он не растворяется в воде. Он растворяется только в кислоте. Когда мы покушаем жирный казартан жеп алганда, у нас появляется. Что такое желудочный сок? Это кислота, H-хлор. Представляете? И когда попадает наш магний водород, через полчаса, запомните, как покушаете, через полчаса только вы пьете магний водород. Почему? Потому что когда желчный пузырь, там ерітушін кислота, желчный пузырьдан шығады, H-хлор, желудочный, кишечный тракт выводит, да, кислоту. В это время магний водород рахаттанып тұрып растворяется. Как он растворяется? Он сразу H-хлор, H-то сразу организмге жібереді. Миллионный H, вот этот водород, он попадает со скоростью света в клетку. Потому что ее молекула, Жена Баужин айтты ғой, ее молекула, вы представляете, химия, кітапта первый, номер 1, вот такой. Поэтому он получил Нобелевскую премию. Ученые работали над этим, чтобы как продлить жизнь, как без болезней жить жизнь, как онкологией не заболеть. Говорят же, онкология ляшқан жоқ. Ни черта, вот он, онкология болмайды. Если не начнем принимать водород, магний водород, попадая в клетку, вот эту клетку, со скоростью света, он такой маленький, молекула, атом, кіріп кетеді мынаның ішіне. А здесь күнде демалып жатырмыз неге. Ауада жоқ, дұрыс. Инертный О2 толып кеткен ішінде. Что он делает? Адамдар ентігеміз, отдышка у людей. Почему? Потому что водорода нет здесь. Когда водород чистый попадает, H2O. Мөлдір молекулярный су. И этот молекулярный су в нашей клетке, я 5 получила в мединституте в 79 году. Окончила, да? Смотрите, здесь есть электростанция вот такой. Эта электростанция, если не снабжается 93-м бензином, қалай жүреді Тойоталар, 93-ші бензинде, жаман Жигулилер, H2O, мөлдір су, молекулярный вода, мынау ішеді. А мынау клеткеде мынау жоқ болғанда адам вялый, иммунитет низкий. Представляете? Бір жағынан паразиттер, мынаның ішінде толып тұрған токсиндер, бір жағынан су жоқ, отдышка у людей. А когда вы первый же день, когда получаете магний водород, одну капсулу, ертеңіне қашанда шыға келесіңдер. Пол хочется мыть. Сол қайтасың, бері құрып жатпыз. Ашалға бірінші беру керек. Представляете, өзің қашанда ішіп алмайды. И вообще, ұрысқан қатындар ұрсанмай қалады ертеңіне. Представляете? Поэтому жігіттер. Да. Потому что, знаете, магний водород ішкеннен кейін, магний же он нервный системаны дұрыстайды. Представляете? Адам жарқырап, денсаулығы жақсарып, бүтін энергия кіріп, күлгің келеді. Мына кісімен амандасқың келеді. А мышықты да үйіңе кіргізіп тамақ бересің. Почему? Потому что нервная система наша расслабляется. Ұйқың дұрысталады. Да? Таңғы сағат 5-те тұрып аласың ғой. Бір жұмай ұйықтаған сияқтысың. Бір таблетка ішкеннен кейін, бір капсуланы. Представляете? Раздражительность уходит, нервозность уходит. Неврастения бар ғой жаңағы, нервный адамдар. Ана автобустың ішінде кіріп алып ұрысып жатқандар. Яғни су сөккен жығылады. Смотрите, почему? Потому что вот эта электростанция, митохондр называется. Понимаете, это ученые доказали. Мына клетканың ішінде, мыңдаған клетканың ішінде митохондрий энергия алған кезде таптаса судан. Сіздерде дейтін иммунитет сразу повышается и норма приходит. А когда иммунитет повышается, где онкология, где внутричерепное давление, аутизм, ДЦП, бәрі құрайды. Время нужно. Нам настало время, Құдай тағала әрбір берген емі бар дейді. Сол еміне біздің нашими молитвами пришел этот магний водород. Вот халықтар, мен 22 жыл жұмыс істеп жатырмын, я всегда работала биодобавками. И в последнее время я всегда новшеством интересовалась. Я врач-диагност. Менің диагностика аппаратым бар. Келіңдер, көрсетіп беремін, қанша паразиттерім бар екен. Мына паразит, егер мына магний водород кірмесе, да, ана нелер бар ғой, мына pH среде бізде мынандай болады. pH деген біздің клеткалардың ортасында 7 нормасы. Егер осы 7-ден көбейіп кетсе, кислотность көбейіп кетеді. А кислотностьта біздің құрттарым 680 құрт нормада. Құрттарымыз 680, да, солардың көбі
құтырынып шыға келеді да, біреу бауырыңызға кіріп алады, лямбли, да? 15 жастағы қыз лямблиоз однокамерный, соны сетіп келатыр Астанадан. Мен поезда көп жүрмін туда-сюда Астанаға. Сонда бір камерный, а ол басқа қаратып, не клеткісі кетіп қалса, несі ұрығып, многокамерный болып шыға келеді. Сонда қараңыз, паразит лямбли любит печенье. Аскарида істейді. Многие говорят, суставы болят. Вот көтере алмайды қолдарын. А там аскариды. Аскаридын шығарып көр, қалай шығарар десіңдер. У нас нету антипаразитарных средства в лекарственных препаратах. Бір пипарезин бар, ана құрттарды күтейбалдарын шығаратын. Болды, басқа ештеңе жоқ. Поэтому, чтобы pH среды жеті болу үшін, наш магний водород одновременно балансирует наш внутренний вот это вот балансирует. Бір сұрақ қойға бола ма? Ух, айта қойыңыз. Мен уақытыңыз алып Так что это? жылқы мен ышқынып кетем газға айтсаңыз. Мен мына құлағым нашарлау. Сонда миллион бар айтады да, ол енді восстановить етпейді құлағым нервке салып нетіп. Осы нервте бірдеңе бар. Айтып болайын. Құлағың таза дейді, барлығы нормально дейді, сонда жаңағыдай нервте бірдеңе құлаққа барады. Ал енді қасиеті бар ма? Восстановить ете ала ма? Мына магний водород бар ғой, да? Мына клетканы дұрыстағасын, сіздің құлағыңызда клеткіден тұрады ғой. Клеткіден тұрады, Құдайға шүкір. Әлі жассыз. Сол барып, мына қатып қалған сіңірлер бар ғой, қатып қалған. Бір-біріне жабысып қалған үш не бар, сүйек бар. Солардың бәрін әдемілеп қан барады, митохондрийді энергияны көбейтеді, жайлап, әуелі тас құлақ болып қаласың, сосын содан кейін жайлап құлағымыз ашыла бастайды. Көз де солай. Әуелі іштен келсе көзін алды бұлдырайды. Ол енді сіздің айтқан қанмен барады ғой. Ал мына нерв Нерв жаңағын Ақмарал айтты. Бізде нейронный связь, синапстар бар. Мына нервный нелер бар ғой, жүйелер. Сонда нейронный мынандай түйіршіктер бар. Сол түйіршіктерге барады да, оларды тірілте бастайды. Олар тірілген кез, ойбай енді айтып жатырмын ғой. Солар енді тірілген кезде сіздің құлағыңыз ертең естіп кетеді Құдай қаласа. Бірақ дейтін, керек. Ертең ұдан сөйтіп айтып еді деп маған қашаңдап келіп жүрмеңіз. неше күнде ал? Неше күн, әне Шықтай сала жазып берді депті ғой біреу. О, Тұрсынбек апа келді. Мына сіз дейтін 70-ке келсеңіз, қаншалықты сізде шлак бар организмде. Міне апамда келіп жатыр. Мен сөйлеп тұрмын. Я вопрос повторю. Понятно, когда там, да, попадает там, попадает в нервные пути, на все остальное, я понимаю. Я вопрос у меня. По тем сосудам, когда у человека глаукома и те сосуды, которые питают глаз, они умещают, ну они уже, грубо говоря, мертвые. Возможно ли вылечить глаукому вот этим препаратом? Отлично. Я вас хорошо поняла. Только что сказали, даже микрокапилляры, и не выпить, иголка даже не проходит, да? Капилляры, когда начинает работать, да, а у нас сетчатка, которая зрение наделена, сетчатка, да, там миллионные эти маленькие эти сосудики, капиллярчики, солардың барлығы разжиженный кровь. Сұйықталған қан бар ғой, вот обязательно барады соған. Соны барғанда уже обмен идет. Вода, лишняя вода, болотная жидкость уходит. В это время у вас начинается слезотечение. Вы именно көзге болып қалып көзің сүрте бересің, жас шыға береді. Это уже начинает работать сосудистая система нашей сетчатки. Представляете? Вот құлақтан бір нәрсе ағып жатса, қуаныңдар, мұрыннан боғып жатса, қуаныңдар, боғып жатса. Кеше жемтен бұрқ еткізіп кәдімгі ана ішкеннен кейін туалетте бұрқ етіп ішіндегінің боқтықтың бәрін шығарасыз. Кейбір адамдар түніменен туалетке дейтін жаңағыдай мықтап мочиться етеді. Неге? Потому что в организме у нас очень много межклеточной жидкости. Межклеточной жидкости деген мына жерде толып тұр болотный жидкость. Ырқылдап семіз сияқты болып тұрады. Ол семіз ана қатып қалған сіңірлер бар ғой, солардың бәрі жұмсайды. Не надо никакой диск, ничего не нужно. Вот, пожалуйста. А детям можно давать? Детям? Вообще будете фармзавод, вот это водород готовится у нас иногда. Военный заводта, фармакозавод дейді. Да? Сонда, мысалы дейтін, неге шығару үшін аптекаге. Там всегда показания, противопоказаниясын бәрін жазып қояды. И сонда шығару үшін күттай балдарға ішуге болмайды деп жазылған. Ну, 5-6 жасқа дейін, да? Но мы казахи же, жайлап, одан магний водородтан бөліп атқан адам жоқ.
Поэтому, если необходимость какая-то, аутизм у детей, ДЦП, эпилепсия, эпилепсияға дейін кетіріп жатыр бұл дейтін. Почему? Потому что нейронная связь, вот это, нерв жүйесін күшейтеді. Представляете? Восстанавливает он, реабилитирует. Нельзя же это много. Капсуланы аш. Кім саған капсулға бер деп жатыр? Жұдалмайды ғой күтіп бала. Капсуланы ашыңыз, ішінде металлический магний. Соның кішкентай бір 4-тен 1 түйірін алды, суға бере қойып балаға емізгеннен кейін. Лимонный немножко. Или лимонный капельница не ұшып кетпесін мықты водород. Ол іште ішу керек. Сол себептен кезетіп іше беру керек. Я болмаса күтіп баланы емізгеннен кейін аузына құйып жібер. Сонымен. Вот смотрите, когда лимонный сок добавляешь в воду, потом магний туда добавляешь, это значит, не обязательно ждать, пока он покушает после еды, да? Это сразу же тогда. Конечно, у детей сразу же он работает, желудочно-кишечный сок деген ол бірден шығады ғой. Біз просто қазақтардың дейтін асқазандары әбден уже әлсіреп қалған ғой. Или гиперацидный гастрит, или гипоцидный. Гипоцидный болса вообще желудочный сок шығып болғанша аман болып салды. Жарты сағат емес, 1 сағат керек. Поэтому Последний вопрос. бір коробкада 30 штук бар. Да? Вообще любой другой препаратты ішу үшін, например, дополнительно, какие витамин нәрсе ішу үшін, вы должны сперва магний водород ішіп алу керек. Хотя бы 10-20 күн. Хорошо? Мында артралайын деген де бар, суставқа ішетін. Оны шамалы тұра тұрыңдар. Әуелі организмді тазартып алу керек. Бұл дейтін мощный антиоксидант, әкесін танытып тазартады. Айтып отырмын ғой, қара терге түсіреді, сасық терге. Представляете? 80% токсины выходит с кожей. Мочеиспускайдан шығады. Мұрынның боғыменен, қақырқымен, көздің жасыменен сөйтіп шығады. Мына денеміздегі токсиндер жиналып қалған. Бәлебай жыл, міне 70-ге келдік, енді бүкіл жиналған ненің барлығы сол шығарады соны. Сол себептен бір коробкаде 30 штук, 30 күн ішесіз. Вообще с целью профилактики өмірде ешкім ештеңе ішпеген адамдар, ауырайын деп жүрген адамдар или ауырып жатқан адамдар 3 коробка ішу керек. С целью профилактики. Ал егер сіздің какой-то инсультыңыз, я внутричерепное давление, я болмаса глаукома начинающий болса, извини, 6 ай 9 ай ішіңіз. Неге ішпеске? А с целью профилактики қашындап тұрғандар. Олар енді жыл ішеді, 3 ай ішіп алғаннан кейін. Көрдіңіз бе? С целью профилактики 3 месяца. Ничего подобного. Бір коробканы ішіп алып, мен ішіп қойдым, болдым демеңіз. 3 коробки. 90 капсула. И тем более бастаған кезде бір үйден ішесіз ғой, да? А потом можно, знаете, через 20 дней өзің жағдайыңа қарап, уже 2 үйден ішуге болады. Ускорить немножко процесс. Дать скорость. Таңертең біреуін тамақтан кейін, кешкісін біреуін тамақтан кейін 2 үйден ішуге болады. Но сразу 2 үйден ішпеңдер. Менің жолдасым 2 үйден ішем деп, не тут-то было. Представляете? Ой, мен бұрыннан ішіп жүрмін ғой, күштімін деп. Ничего подобного. Никогда не нарушайте. Обязательно әуелі бір капсулдан бастаңдар. Жағдайыңыз жақсы болып жатса, 10 күн, 20 күннен кейін уже 2 капсулдан қосуға болады. И так 3 месяца. Адамдардың мына толықтығына, кішкентайлығына қарағанда толық адамға анауға әйтенікте қалмайды. Толық адамдар ертең артық кетмей, сізге ренжіп жүрмесін, сразу договориться етіп алыңыз. Қайта артық кеткенін маған. Сіз айтасыз, ең аз дегенде 4-5 килограмм арықтайды. Ясын да? Толық адам арықтаған. Арықтайды. Арық адамдар толықтайды. Бірақ арықтардың алдында, толықтардың алдында, адамына толық адамдар онан сайын толықтайды немножко. Разжижение болады, майлар, нелердің бәрі. Сол кезде сізге айтуы мүмкін. Аға, сіз дейтін мені арықтайды деп едің, мен күннен күнге ашыған қамыр ұқсап баратын ғой деп айтуы мүмкін сізге. Сол кезде айтасыз, так, он сперва разжижает дейсіз. Ана терменен кәдімгі май терілер шығады әкесінен. Нетіп отқан толық адамға. Неден құтылдыңыз? Табысыңыз қанша қазір? Айта беріңіз. Молодец. Қаласыңдар бәріңе. Жақсы келдіңіздер. Өте жақсы келдіңіздер. Мені бірінші мына Ағайша шақырды. Ағайшаға мен бұрыннан таныс едім, сенімді адам болғасын мен. Алға алып жүретіндей үлкен кісінің көп несі бар, білместіктері бар. Сондықтан бұған ердім Ағайшаға. Шынымен ол кісінің біраз нелері грыжасы кеткен, тағы да көптеген проблемалар кеткен. Мен бастап ішкеннен кейін мен оны тоқтатқан жоқпын, сразу кірдім да коробка алып іше бастадым. 6 күннен кейін Паркинсон аурумен ауыратын едім. 23 жыл болған Паркинсон ауруы.
менде қолым қалшылдап тұратын еді. Қазір менде қол ешқандай движение жоқ, жақсы. Сосын бұрыннан келе жатқан артрозым бар еді. Екі аяқта бірдей ауыра бастады кешкеннен кейін. Оған да таң қалдым. Екінші аяқ ауырмайтын еді, неге ауырып жатыр? Обострение бітті. Содан кейін тағы бір аппаратқа түсіп қаралғанмын. Қаралғанда менде мастопатия бар еді. Ол 72 жылы қызымды босанғаннан кейін емшегіме салқын тиіп қатты ауырғанмын. Енді біздің қазақтар айтады ғой, көміш нанбасыңыз, жылы нанбасыңыз, майлықты басыңыз, сонымен кетеді деп. Содан мен докторға барған жоқпыз. Біздер сондай халықпыз. Докторға барған жоқпын, қаралған жоқпын. Сонымен ол кеткен. Енді қараңыз, 51 жыл болып, кеше осы продукцияны ішкеннен кейін бастап, жағым шаншып, жаным шығарып, мінекей мына продукты іштегі бар затты қайтадан шығарып көрсетіп жатыр. Сенде мұндай ауырады екен, сенде мынаны жейін. Бір күннен кейін ол да басыл. Енді үлкен дәрет туралы айтып жатыр ғой, оның бәрі рас. Сосын құрттың шыққанын көрсеңіз, іштен құрттың шыққаны оған адам шыда алмайтындай жағдай болады да, артынан тыныштала қалады, тым жоқ сияқты. Бұл алып тастаған екен деп ойлаймын. Ал мына артрит әлі күнге дейін ауырып жатыр. Жатып алайын десең, мына жақта жұмыс бар. Енді айтайын дегенім шыныменен мынаның ақшасы да жақсы екен. Сразу бір 7 адамды жазып тастадым. Шын айтамын. На VIP пакет. Мен неше жылдан бері жұмыс істеп жүргенде мен бұндай табыс табам деп ойлаған жоқпын. Аптасына ғой апа? Аптасына. Енді айтайын. Мына біздің Аманай дейтін жігіт шыныменен өте ер жігіт, азамат. Мына тұрған Бауыржан қандай. Осындай жігіттерге ерсеңдер, ол ешқайда артта қалмайсыңдар. Алда жүресіңдер. Бұл кісі 2 айда Дубайға барып қайтты, семьясымен. 1.750.000 айлық алды. Айфон телефонды 10 алды, 700.000-да. Енді бір 3 айдан кейін машина алып отыр ғой. Қалайша біз қаламыз осындай жігіттерді. Біз де машина алғымыз келеді, біз де ақшаға шыққымыз келеді. Баяғы жіберген ақшамыз қаншама. Оның біреуіне қарамадық, әйтеу істей бердік. Анағанда бардық, мынағанда бардық, барлық продукцияны да іштік, бірақ іштеме шығара алмадық. Алдық, действительно, бір жерде золото болдық, бір жерде серебро болдық, бірдеме алдық. Шыныменен тыныш жатпаңдар. Жұмыс істейтін жер бұл. Бұл қызығатын жер. Бұл апайдың апталық табысы пенсиясының 2 есесі. 2 есесі, дұрыс. Апайдың Әке болсын. Шалы жоқ. құрметті қонақтар. Әкеме шал керек. Әрине, біз өте тамаша отырыста отырмыз. Бәріміздің де көңіліміз көтеріңкі. Біраз етіп атқан. Бұл жігіт может себе позволить, потому что апталық айлығы 2 миллион. Сіз осындай табысқа жеткіңіз келе ма? Әрине. Сонда. Мынау менің туған жылым екен, 63. The club isn't the best place to find a lover, so the bar is where I Жоқ, мынау подарок. Қайда? Мына қыздар снимать. Я резать буду. Давайте. Давай, Түсірейін ба? Жоқ, ұста екеуіміз. Ал кеттік. Ал кеттік. Бауыржан, чтобы в нашем Актюбе директора были, супер директора, амбассадоры, там, кто еще, консулы, да? О! Дан миллион жасасын. Көңіл күймен өнер сүйген командама тоқта болсын некеден. Ашып жатқан офиске құтты болсын жебеден. Жиылған лидерлер бір көлік болса маркетингтен алсын деймін.
Ау дептің ау айқайлап тұрған қыз келіншек бәрі бірдей Астанаға барсын деймін. Астанаға барсындағы келісімен жұлдыз болып, барлығы советник директор болып жансын деймін. Шапалақ соғып отқан қыз келіншектер барлығы да Турцияға, Дубайға барсын деймін. Шапалақ соғып отқан жігіттерді бәрі де президент болсын деймін. Шапалақ соқпай отқан келіншектер абайсыз да фигурасын бұзып алсын деймін. Шапалақ соқпай жүрген жігіттерді жұмысынан қысқарып қалсын деймін. Шапалақ соғып отқан аталарды баталары шіркінай қабыз болсын деймін. Шапалақ соқпай отқан әжелердің шалдары бір тоқаласын деймін.